жұмысқа барайық. Жұмысқа емес, бір жақ барып келейік. Маған қатты ашылады. Так, машинаға кіреміз. Машина. О, тоқтады. Мына жерден бір заттар алайын. Таксиге арналған заттар дейді. Күшті заттар бар ма? Так, маған андай затты беріңіз. Бір бензин ба? Нәне? Нәне тағы кабар көрейін? Путиннің немесе Ресейдің жеке әскери емес қой. Кәкіт дайында қоясам мен келем. Ресейден бөлек Беларусь, Армения, Тәжікстан және Қазақстанның әскери бөлімдері бар. Қазақстан осы ұйымның толыққанды мүшесі. Маған кіру керек қой. Маған кіру керек. Кіреміз давайте. Қазақстанның тұрақтылығы Ресейге өте қажет. Оны дұрыс түсінуіміз керек. Қазақстан мен Ресей стратегиялық әріптестер. Бұл балаларға сенімді көфеш. Аямайын екен. Жоқ болмайды. Басқа саясат жүргізудің стратегиялық мүддесіне нұқсан келтіреміз. Жалпы біз ешкімге қарыз емеспіз. Қазақстан сондықтан саясатымызда емес. Сонда да көштердің журналистері Ресей Қазақстанды құтқарды. Кішкентай өтірік кішкентай сияқты ғой. Жаңа ғана айтып кеттім ғой. Ресей Қазақстанға жақын орналасқан серіктес мемлекет. Бұл құтқару емес, ортақ мүддемізді қорғау үшін жасалған іс-әрекет деп түсінуге болады. Екіншіден, осы мәселеге секіреміз, қашыңдар дегеніміз ортақ ұйым. Ресей және ұйымға мүше мемлекеттер Қазақстаннан ғана емес. Не істеп жібердің, яғни. Кім болды? Біздің жерімізге көз алартады, мүмкін солтүстік облыстарда қаштым. Есіне Қаштым. Қазақстанның солтүстік облыстарындағы жерлер біздікі де көрген келісіп қайтайын. Секіреміз, Мына жерде баламен секіріп жүреді. Жер мәселесіне қатысты ешқашан дау туындаған емес. Путин маған өзі айтты. Жер мәселесі туралы біз ешқандай әңгіме көтермейміз, ресми деңгейде. Сондықтан шекарамыз толық айқындалған, бекітілген. Бұл деректі бүкіл әлем мойындады. Екі елдің арасындағы байланыстарға сызат түспеген. Ресей президенті осындай қағидаттарға адалдығын берік көрсетті. Түсінікті. Бәрібір дегенді басты қандар қасіретіне. Тұңғыш президенттің отбасынан айлықта ашу-ызаға толы әңгімелер айтып жатыр. Наразылығын білдіріп жатыр оның барлығы. Неге екенін себептер белгілі. Сіз осы өзіңізге басталды. Кешіңіздер. Бұл мәселеге жан-жақты қарайтын болсақ, бұл халықтың астарында бөліктік әлеуметтік мәселе жатыр. Халықтың көбінің әлеуметтік жағдайы төмен, мойындауымыз керек. Бұл ақиқат. Мемлекеттің тұтастығы аздан топтың қолында, теңсіздік берік алуда. Бұл мәселе туралы парламентте басқа да жиындарда айттым.
Өкініштісі азаматтардың наразылығын лаңкестер, қылмыскерлер Күтіме ойнап отырмын. бұған бәріміз куә болдық. Расында әлеуметтік желіде тұңғыш президентіміз туралы әртүрлі жазылып жатыр. Қанша адам болса, сонша пікір болады. Мен мемлекет басшысы ретінде Нұрсұлтан Назарбаевтың 30 жылдық еңбегін жоққа шығаруға болмайды деп ойлаймын. Тарихқа қиянат жасамау керек. Нұрсұлтан Назарбаев мемлекетіміздің мүддесін қалады. Мемлекетімізді нығайтуға зор үлес қосқан тұлға. Тұңғыш президенттің кемшіліктері болса, оларды сабақ ретінде Қайдасың? Не отырын аяқта? бәрімізге солардың ішінде менде бар үлкен сабақ болды. Наконец-то таптым. Менің кірдім. Сен не істеп жүрсің тағы да? Соның нәтижесі Давай, тегір. Айбай. Біліп отыр деп ойлаймын. Қалай жүресің, өте маңызды біздің қаламыз бүкіл қала емес, бірақ сондай митингі болды. Ондай ойым жоқ. Бұдан бензинді күрейгенді. Осыдан басқа не аламыз? Тұрғындардың әл-ауқаты менің жеке назарымда. Даже ойлап отырмын. Маған мынандай заттар өзінің көбін бермей. Керекті сынанардан. Соның бәрін қалпына келтіруге. Бұл оңай шаруа емес. Бұл жұмыс жаңа әкім Досаевқа жүктелді. Қолынан келеді деп үміттенемін. Себебі оның бизнес саласында мемлекеттік қызметте тәжірибесі мол. Іскер, еңбекқор адам. Жұмыс берген деп мен ойлаймын. Енді өзім сұрағандай. Өзгерістер болып жатыр. Батинга. Әкімдердің басын көріп отыр. Енді олардың жағдай қалай болмаса, сұрағым деп отырғаны алдағы уақытта осы әкімдер сайланады ма? Я білемін, біз ауыл әкімдерін сайлап бастадық. Дегенмен бұл процесс тездеп жылжитын шығар. Осы әкімдердің әкімнің бәрін ауыстыру мақсатым емес. Әкімдердің жұмысына жан-жақты талдау жасалады. Негізгі талап азаматтардың әл-ауқатын арттыру. Сондықтан қажеттілік болса, тиісті кадрлық шешімдерді қабылдаймын. Тағы да сен бұл. Міндетті түрде. Бұл Мен кезінде ауыл әкімдерін сайлау туралы айттым. Көп ұзамай ауыл әкімдерін сайлауға. Бұл жолда жолдауында ауыл әкімдерін сайлау керек деп айттым. Оны 2024 жылы өткіземіз. Бәлкім, келесі жылдан бастасақ, ол бірақ бұрынғы жүйеде жұмыс істеген адамдар жұрттай дейді. Ескі мамандармен жаңа Қазақстанда қалай боламыз деп. Осыған не дейтін едіңіз? Кадр мәселесі өте күрделі, өте маңызды, өте нәзік мәселе деп айтуға болады ғой. Қайдан жоқ. Жақсы кадрларға байланысты. Менің бастамам бойынша президенттік жастар кадр резерві құрылды. Кадрлық резервге өткен азаматтар біртіндеп жауапты қызметке тағайындалып жатыр. Әрине, мұнымен шектелуге болмайды. Басқа да адамдарға жол ашуымыз керек. Жалпы мемлекеттік қызметшілерге қойылатын талап өте жоғары болуға тиіс. Кез келген адам бірден министр немесе әкім бола салмайды. Бұл қанық нәрсе. Біраз уақыт керек. Менің уақытым менің маманың орнында.
білікті қызметіне адал азаматтарды тағайындау керек.